Біз дәлелде Алматы қаласындамыз. 2 күн және де зоопаркқа бара жатырмыз. Хайуанаттар бағына бірге болыңыздар. Хайуанаттар бағына бара жатқанда осындай әдемі жерлер бар екен. Ане фонтан, астында қайықтар. Не бара жатырмыз. Мен уже онда бір рет болғам, 2-ші рет барамын. Міне Алматы қаласының хайуанаттар бағы. Кіретін кезде осылай QR кодпен төлей салуға болады. Өте ыңғайлы. Міне хайуанаттар бағының картасы. Қай жерде қандай жануар бар екені көрініп тұр, және қанша жануар бар екені көрініп тұр. Менің видеоларым, бейнелерім барлығы қазақ тілінде болады, тек қазақша тілде сөйлесуге тырысамын. Менімен болыңыздар. Ең бірінші Амур жолбарысына келдік. Міне өте әдемі мысықтар. Міне арыстан, бірақ ол ұйықтап жатыр. Арыстандар. Міне жолбарыстар. Арыстанмен. Ал бұл бізде түйе. Гуанако. Хайуанаттар бағының ішінде өте ыңғайлы. Осындай қай жерде қандай жануар бары көрсетіп қойған. Ал бұл болса қонжық. Және де кішкентай қонжық. Гималай айуы, оңтүстік шығыстан келгендер. Ал бұл қасқар. Аю. Осылай тамақ алып, өшірін тастап беруге болады. Кәдімгі леопард. Өте әп-әдемі. Гиена. Міне гиена. Что-то бір аяқ ауырады ғой деймін. Ягуар. Ягуардың аты Диана екен. Ал бұл болса түлкілер. Тоже қашып кетті. Ал мына түлкілер өте жақын орналасқан, адамдардан қорқпайды екен. Почему-то бағана жануарлардың көбі қорқып жатты. Не болып кетті? Сирена басталды. Бір түрлі звуктар шығып кетті. Енот. Жаңа үйіне кіріп кеткен еді, міне енді шыққалы жатыр. Бірақ ойланып тұр. Енот қара. Ал бұлар Орикс деген жануарлар. Тұяқтылар. Өте әдемі. Ақ мүйіз тұмсық. Өте әдемі әрі үлкен екен. Міне осылай жатыр, демалып. Міне дәл жанынан келдім. Кәдімгі симанықтар. Піл. Бірінші піл, әне екінші піл. Пілдер азиялық пілдер екен. Үнді жақта, үнді Қытайда, Малайзияда, Таиланд жақта, Шри-Ланкада өмір сүреді екен. Біз маймылдарды таппай жатырмыз, және көп клеткалар болды, бірақ бүкіл клеткалар бос. Маймылдар қайда? Мә, қараңыздар, шок! Мынандай үлкен клеткада көп кішкентай обычный мысық жатыр. Қалжың. Аю. Міне қонжықтарға, аюларға осы тұтқа арқылы әртүрлі жемістер беруге болады. Хайуанаттар бағының ішінде арнайы тамақтар сатылады, соны беріп тамақтандыруға болады. Сәлем, менің атым Урман, деп осы амурлық тигр жолбарыс айтады. Чән-чән қоңыр аюы. Үнді жайразы.
Не, бірнешеу жатыр ішінде. Бүкіл жануарлар ұйықтап жатыр. Ой. Кел ағай. Міне, тағы да бір қасқыр. Міне, Симба арыстаны. Өте әдемі. Өте әдемі жануар. Жануарлар королі, патшасы. Көк тұтандар. Өте әдемі. Таңсық жануарлар үйі. Экзотариум. Қазір осының ішіне кіретін боламыз. Харза деген жануарлар. Осылай жүгіріп жүреді. Міне оның тұратын үйі. Ал бұның аты Тайра екен. Бізді күтіп алып жатыр. Кіре салысымен осындай жыландар. Бірақ аса қатты көрінбейді. Ал бұл болса питон. Тағы да бір үлкен жылан питон. Оның міне үлкендігі. Тағы да Тайра. Ал міне сурикаты. Ал енді екінші қабатқа көтерілеміз. Екінші қабаты. Құс жегіш. Таспақа кішкентай балықтармен. Міне жарғанаттар, ал бұл жатқандар олардың тамақтары. Міне тағы да жарғанаттар, және де тағы тірі тамағы. Егу деген жануарлар. Тышқандар. Ал бұл серпімді тасбақалар. Үшінші қабаты. Қараңыздар, қандай әдемі. Кубинский удав деген жыланы. Міне парагвайлық анаконда. Қараңыздар, тағы да бір жануар. Өте әдемі. Көп жыландар ұйықтап жатыр екен, сол үшін де барлығын көрсетпейтін болып шештім. Міне, тағы да бір жылан түрі. Міне, жолақты варан атты жануар. Ұйықтап жатыр. Мадагарлық жылан. Міне, агама деген кесірткелер. Тағы да жылан. Үлкен. Жыландардың түрі өте көп екен. Міне жылан. Тағы да бір кішкентай жыландар. Ал міне павлиндар. Ал біз міне аквариумға келдік. Аквариум. Осындай акуланың ішіне кіреміз. Аквариум ішіне кірдік. Бос. О, міне. Іші қараңғы екен, осы арнайы балықтарға жасалған. Бұның іші және бос деп ойласам, бұның ішінде скат бар екен. Ал бұл міне ұсақ-ұсақ балықтар. Астында тағы да ұсақ балықтар. Бұрын мен үйде осындай балықты асырағам. Біраз үлкен әртүрлі түсті балықтар өте әдемі. Балықтар. Өз басым аквариум, океанариум дегендерді өте қатты жақсы көремін. Әдемі балықтар. Өте түрі көп. Оның астында осындай балықтар бар. Және угли деп жүрмеді, бұның атын ұмытып қалдым. Бірақ осындай тоқ балықтар, немесе жылан балықтар деп атауға болады. Үлкен балық. Өте әдемі.
Бұл біздің бала кезіміздегі мультиктен алынған Дори. Ал оның дәл астында Немо. Міне тағы да бір Дори. Ал міне акула. Бірақ өте кішкентай екен, бірақ сонда да акула. Астында осындай балықтармен. Міне жалғыз аквариумда үлкен бір балық. Неге жалғыз деп ойлайсыздар? Тағы да үлкен балықтар. Өте әдемі. Тағы да балықтар және де балықтар бола береді. Балықтар және балықтар. Осындай түрлі өте сақ балықтар. Әрі көп, сол себептен өте әдемі көрінеді. Міне ең үлкен балықтардың бірі. Өте күшті екен. Әдемі. Міне балықтардың бәрін көріп шықтық. Енді шыққалы жатырмыз. Ал міне құстарға да келіп жеттік. Өте құстардың көп түрі. Бәрі бір-бірінен асады. Әдеміліктерімен де, түрлерімен де. Ол міне алтын қырғауыл құсы. Өте әдемі. Біз қазір зебраларды көргіміз келеді. Тапсақ көреміз. Және кенгурулар қалды. Міне түйеқұсқа да келіп жеттік. Қазір көрсетемін. Түйеқұстарды көрсетпес бұрын осындай құстарды көрсетейін. Өте әдемі құстардың барлығы. Міне осындай түрлері бар. Фазан қырғауыл. Міне тағы да түрлі түсті қырғауыл. Құйрығы ұзын екен. Міне қараңыздар. Қандай тұмсықтары үлкен, әрі үлкен бойлары да барлығы. Ал міне түйе құс страус. Қараңыздар. Сәлем. Міне қараңыздар. Ал біз енді мүйізлерге келдік. Қазір мүйізлердің барлығын көрсететін боламын. Мүйізлердің барлығын көрсетейін десем, барлығы алыс жақта екен. Камерамен көрінбейді. Міне ешкі, бірақ алыста өте. Міне тағы да ешкілер. Және ең кереметі бұғылар. Қазір бұғыларды көреміз. Міне өте әдемі. Және мүйіздері үлкен екен. Міне керемет. Қасындағы жолдасы ғой деймін. Міне кеңбіл бұғылары. Өте әдемі. Біз қазір хайуанаттар бағынан кейін тамақ ішіп аламыз. Тамақ ішіп болғаннан кейін Көктөбеге барамыз. Көктөбеде де барлығын видеоға түсіретін боламын. Міне, неужели жеттім? Осыдан бір жыл бұрын келгенде зебраларды көрмей кеткен болатымын. Ал міне зебраларды көріп тұрмын. Қазір сіздерге де көрсететін боламын. Міне өте әдемілер. Қазір жақынан көрсетемін. Міне зебра. Өте әдемі. Жақындаса тіпті керемет болушы еді. Міне тағы да бір зебра тамақ ішіп жатыр. Яғни шөп жеп жатыр. Көк гну деген жануар. Өте әдемі. Бағана біз бірінші болып тигрға барғанбыз. Тигр ұйықтап жатқан, енді оянып жатыр екен. Соған жүгіріп бара жатырмыз. Міне бағана ұйықтап жатқан тигр. Сәлем. Міне қараңыздар, жақынан көрсетем. Қасындағы кісілер қайтайық деп болмайды. Ал мен айтып тұрмын, жираф пен кенгуруды көрген жоқпын. Көрмей ешқайда бармайын деп. Және біз соларға бара жатырмыз. Қараңыздар, түлкі. Бағана ұйықтап жатқан, енді ояныпты. Бағана ұйықтап жатқан пума да ояныпты. Өте әдемі. Ай, пума, қайда кеттің? Міне, жирафтарға да жеттік. Өте әдемі. Мен келгенде өткен жылы
бұлардың барлығы күн суықта іште болған болатын, енді сыртқа шығарып қойыпты. Міне еліктер тоже алыста жатыр. О, міне елік. Молодец, дәл жанында. Қараңыздар қандай әдемі, е? Мүйіздерін кесіп тастапты. Бұл бұғы ғой деймін сонда. Ура, ура, ура. Кенгуруларға жеттік. Қараңыздар. Өте кішкентай екен бірақ. Міне осылай біраз жақсырақ көрінеді. Міне түйе құстар үлкен-үлкен бізге қарап тұр. Ал бұл болса аист. Мұрны өте, тұмсығы өте үлкен екен, аяқтары жіп-жіңішке. Әрі өзі әп-әдемі. О, бізге барлық өнерін көрсетіп жатыр десек те болады. Бұл құшақта сияқты деп тұр ма, әлде кетіндеріп тұрған сөзім екен. Бұл бізге нападать етіп тұр ғой. Ұша алмай тұр ма әлде? Қараңыздар. Ұшқанға жылдамдығы жетпей тұрған сияқты ғой. Бақ жануарлар табиғатта ұшып жүргісі келіп жүр ғой деймін. Не, ұша алмай жүр. Жылдамдығы жетпейді ма? Білмедік. Қараңыздар. Екіншісі келе жатыр, өте әдемі. Ал біз бүкіл жануарларды көріп шықтық. Мен барлығын оларды видеоға бейнеге түсіріп алдым. Енді жақын арада салатын боламын. Егер сіздер хайуанаттар бағына келгілеріңіз келсе, сағат 2-ден бастап келген дұрыс сияқты, себебі жануарлар таңертеңгі уақытта тамақ ішеді, содан кейін ұйықтап қалады екен. Біз барғанда көп жануарлар ұйықтап жатты. Енді біз міне келетін кезде олар енді тұра бастады. Аз қалғанда дәл шығып бара жатқанда аққуларды көрмей кетуші едік. Міне аққулар. 2 жұп аққу суда жүзіп жүр. Өте әдемі. Міне қарсақ деген жануар інінде жатыр. Міне кәдімгі шибөрілер екеуі жатыр демалып күнде. Ал Алматы хайуанаттар бағы жақын арада кездескенше қош аман саулықта болайық.